Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге қолдан жасалатын үй жағдайындағы тандыр нанның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ұнымызға 1 қасық тұзымызды, құмшекерімізді, ашытқымызды қосып, жылы сумен жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, сіздерге ұнның, тұздың барлығының қанша мөлшерде керегін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Қыздар, мен YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Сіздерге көптеген қызықты рецепттермен бөлісемін. Енді осы қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да 3-4 қайтара илейміз. Міне видеода көргендеріңіздей қамыр жұмсақ, қолға жабыспай осындай болып шығады. Енді ыдысымыздың бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз ашыған соң тағы да 1 қайтара илеп, бетін жауып тағы да 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз осылай көтеріліп, ашып шығады. Қамырымыздың барлығын осылай ыдысымыздан алып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Осы 2 қамырымызды 2 күлше қылып, осылай домалатып, табамызға саламыз. Пешіміздің табамызға саламыз. Менде астына осындай пергамент төседім. Осы қамырымыздың бетін майлықпен жауып, 10 минутқа көтерілткіземіз. Осы көтеріліп болған қамырды ортасын видеода көргендеріңіздей қолымызбен басып шығамыз. 3-4 қайтара басамыз. Екінші қамырымызды да дәл солай ортасынан басамыз. Осылай басып болған соң шанышқының көмегімен тағы да 1 қайтара басып шықтым. Қыздар, егер де сіздерге рецепттерім ұнап жатса, мен каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Енді қамырымыздың бетіне осылай жұмыртқа жағып шығамыз. 2 қамырымды бетіне жұмыртқаны жағып алып, ортасына кішкене мак септім. Өз қалауларыңызша бұл мак или кунжут себе берсеңіздер де болады. Енді осыны 180 градус қызып тұрған пеште 45 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, менің наным қып-қызыл болып, көтеріліп, жақсы болып пісіп шықты. Үйде жасағанға өте күшті. Үйлеріңізде осылай нан жапсаңыздар, үйіңізде жолдасыңыздың қуанып қалар сөзсіз. Қыздар, осы рецепт бойынша жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Нандарыңыз өте дәмді, керемет болып шығары сөзсіз.